Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар каналы. Біз бүгін Бөгде ғаламшарлықтар жайлы айтып өтеміз. Видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, жанында шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен Бөгде ғаламшарлықтар дегеніміз кімдер? Бөгде ғаламшарлық деген сөз жер ғаламшарынан өмір сүрмейтін тіршілік иесі деген мағына береді. Жерден тысқары өмір дегеніміз жер ғаламшарынан басқа аймақтағы өмір. Адамзат өзі өмір сүретін жер ғаламшарын өмір сүруге қолайлы жалғыз тіршілік ортасы деп таниды. Ал бөгде ғаламшарлықтардың бар екені әлі күнге дейін тек жорамал күйінде қалып отыр. Өйткені көптеген ғалымдар көз жеткізіп, бар екендігін мойындаған бөгде ғаламшарлықтар осы уақытқа дейін табылған жоқ. Жерден тысқары әлемде тіршіліктің бар екені кейбір ежелгі жазбаларда да сипатталған. Көп жағдайда адамдар бөгде ғаламшарлықтардың сырт пішінін өздеріне ұқсатады. Дегенмен, адамдардың бөгде ғаламшарлықтардың ғарыш кемесіне отырғандығы туралы әңгімелері нақты түрде дәлелденген емес. Жат ғаламшарлықтардың сырт келбеті адамдарға ұқсамайтын, көрер көзге оқшау етіп суреттеледі. Үнділер адам о дүниеге аттанған соң, оның жаны басқа бір ғаламшарда тұрақтайды деп сенеді. Енді бір аңыздарға сүйенсек, бөгде ғаламшарлықтар адамдарға қарағанда әлде қайда ұзақ өмір сүреді. Басқа ғаламшар тұрғындары туралы кітаптар көптеп жазылады. Бөгде ғаламшарлықтар көптеген кинолардың сүйікті кейіпкерлері. Бөгде ғаламшарлықтар сырт пішінімен адамдарға үрей туғызады дейді. Жерден тысқары өмір деген не? Жер адамдар өмір сүретін жалғыз ғаламшар. Бірақ жерден басқа да ғаламшарлықтарда тіршілік иелері болуы мүмкін. Оны жерден тысқары өмір деп атаймыз. Ғалымдар бұл мәселелерге қатысты әлі де зерттеулер жүргізіп келеді. Бірақ қазіргі кезде басқа ғаламшарлықтар тіршілік етуде деген пікір басым. Сондай-ақ ғалымдар адамзатқа қарағанда бөгде ғаламшарлықтардың ақыл-ойы жоғары дамыған деп сенеді. Кейбір ғалымдар басқа ғаламшарлықтардың ақыл-ойы дамығаны соншалық, о баста ғарышта тіршілік еткен адамды жерге түсіріп жіберген деген пікір айтады. Мыңдаған адам бөгде ғаламшарлықтар кемесінің белгісіне ұқсайтын жарық нысандарын көргенін айтады. Бәрі де бір Аллаға ғана аян. Осымен видеомыз да бітті. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар, каналға тіркеліп, лайкты аямайық.